Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Жер планетамыз карантин режиміне кіргенде көп жерлер жабылып, жұмыссыздық көбейді. Хабан Лейм, 24 жастағы қара нәсілді Италия тұрғыны. Сол кезде ақша жоқтығынан бүгін тамақ жеймін ба, жоқ па деп жүрген жігіт еді. Ал қазір әлемдегі ең танымал блогер. Әлеуметтік желілерде аккаунты бар әр адамға таныс шығар. Оның танымалдылығы күннен күнге өсуде. Оны ғаламтордан оңай табуға болады. Леймде TikTokта 90 миллионнан астам фолловерлері бар. Мамандардың есебі бойынша TikToктағы Чарли Дамелионы орнынан тайдыруы әбден мүмкін болған. 120 миллион астам фолловермен. Бұл 2021 жылғы ақпарат. Хабан Лейм TikTokта нағыз феномен. Видеосында ол почти ешқашан сөйлемейді және ештеңе істемейді. Ол жай ғана таң қалған түр жасап, лайфхак видеоларын көреді. Артынан өзінің оп-оңай проблема шешімін көрсетеді. Сөйтіп, Хабан Лейм қалай TikTok жұлдызына айналды? Ол Сенегава қаласында дүниеге келді. 1 жасқа толғанда жанұясы Италияға көшіп кетеді. Туринио қаласында балалық шағы өтеді, сол жерде мектеп бітіреді. Мектептен кейін оқуға түсе ақша болмай, сол үшін қалаға жақын жерде орналасқан заводқа жұмысқа кіреді. Карантин режиміне көшпей тұрып, ол сол жерде жұмыс істеп жүреді. Бірақ завод жабылып қалады. Көп адамдар секілді Хабан Лейм жұмыссыз қалады. Үйде отырып өзіне TikTok ашып көреді. Алғашқы түсірген кішкентай видеолары ешкімді қызықтырмайды. Ол мұңаймай экспериментін жалғастыра береді. 2021 жылдың басында Хабан желідегі лайфхак видеоларына өзінің реакциясын көрсетті. Видеолар қысқа және түсінікті болып шықты. Жігіттің таң қалу түрімен проблеманы оп-оңай шешу жолдарын көрсетті. Видео әрқашан бірдей аяқталатын. Көзін айналдырып, автордан сұрайтын сияқты. Не қиындығы бар деп. Осындай видео түсіру жігітке оп-оңай болып шықты. Және сөздің жоқтығы барлығына түсінікті болды. Нағыз танымалдылық оған сәуір айында келеді. Оның көрермендері видеоларды TikToktан басқа желілерге жіберіп, талқылап жатады. Желіде бірнеше видеолары қолжетімді тұрады. Адамдар соларды көріп, блогердің каналына көшетін. Сәуір айында жігіттің аккаунтында 10 миллион фолловер болады, ал мамыр айында уже 30 миллион. Блогерді Европада жақсы таниды, алайда көрермендер ақш және Бразилияда көп. Фанаттары Сенегавада да көп болды. Қала тұрғындары өз жерлестерін мақтан тұтады. Хабан каналын Италия және ағылшын тілімен жүргізеді, ал фанаттары оның TikToktан неміс, араб, португалия тілдерімен қолдайды. Өзінің танымалдылығын жігіт былай дейді. Менің үндемей тұрып түр жасауым барлық адам түсіне алатын жол болды. Танымал блогерге түрлі брендтерден жарнамаға ұсыныстар түсіп тұрады. Алғашқы ұсынысты ол Barilla деген тіс пастасы компаниядан алады. Хаби коллаборацияда жасайды. Мамыр айында ол Италия футбол құрамасы мен Ювентус деген стадионда бірге болады. Өзінің максималды армандарына қол жеткізуге оған Италияның азаматы еместігі кедергі болады. Ол Италияда 20 жылдан аса тұрса да, Сенегава азаматы болып қалады. Алайда өзі нағыз Италия азаматымын деп есептейді. Бірнеше рет ақштан ұсыныстар түскен, алайда Сенегава паспортымен ақш визасын алу өте қиын екен. Жігіттің Европа елдерінің азаматы болу деген арманы бар. Тиктокер мұңаймайды. Почти күнделікті видеолар шығып тұрады. Ол Инстаграмда парақша ашады және сол жерде де танымалдылығы арта бастады. Жұмысы көп болса да жігітке өзіне ұнайды. Әрине, заводқа ол қайтадан кіретін ойы жоқ. Оның видеоларының арқасында бұрыннан мамасына үй алып беру мақсатының армандалуына аз қалды. Хабан Леймнің видеоларын көрдіңіздер ме? Қарапайым нәрседен ерекше контент шықты. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.